Ал құрметті көрермендер, мен бір шамалы бір нелер айтқым келіп тұр. Ауылдың тамақтарының денсаулыққа пайдалылығын айтайын деп тұрмын. Ауылда жүрсең керемет, ауасы таза, далаға шығасың, көршілер бар, сөйлесесің. Қазір кезде адамдар бір-бірімен сөйлесуден қалды. Қаланың адамдары мысалға барып жүрмін, көріп жүрмін ғой. Бір-бірімен сөйлеспек түгіл кешкі жақын зорға деп келіп тамақтарын зорға ішіп құлайды. Таңертең қайта жұмыс, қайтадан өмір сүрудің жолдарын іздеп ақша табу керек, семья асырау керек деп жанталас өмір. Қаланың өмірі маған ұнамайды, өйткені жанталас өмір, ешқандай демалыс жоқ. Ал ауылда не? Бүкіл жұмысын істеп болғаннан кейін демаласың, қыдырасың, жүресің, таза тамақтар ішесің. Қалада таза тамақ та жоқ мысалға. Бәрі химия қосылған тамақтар ғой. Енді соны ішеді ғой қайтсын. Соның ішінде бірнеше тамақтарды айтайыншы мен қазір. Мына қолдан жасаған мінекей сары ірімшік. Бұл сары ірімшіктің адам ағзасына өте пайдалы. Бұнда кальций да бар, жаңағы бар де бар. Бұны қаймаққа былғап жеп алса, қандай таңертең кешкені қарның ашпай ертеде осы ірімшікті қалтаға салып алып, қой бағып, құрт салып алып жүрген ғой әкелеріміз, аталарымыз. Сонда да олар денсаулықтары мықты 80-90-ға келеді. Мынандай таза қаймақ. Қазір магазиннің қаймағынан қолдың қаймағы өте майлы, жақсы, пайдасы көп. Магазиннің қаймағын қаймақ сияқты емес, мұнда да қоспа бар, химия бар. Мынау сары май дегеніміз бұл холестерин түсіреді. Қазір адамдардың көбіне холестерин көп қой. Бұл сары май холестерин түсіреді. Және денсаулыққа пайдалы жағы көп. Бұны сүтке қосып ішіп алсаңыз, не қосылғанда, тұмау тигенде тамағың бәрі ашылып, кеудең сақырадай сай болады. Қазір кезде балалар үйдің айранның өзін ішпейді ғой. Мынау айран мінекей. Ешқандай қоспасы таптаза сүттен жасалған. Бұл айран енді, бұл да керемет. Табиғи өнім. Ауылда бәрі айран ұйтады мінекей. Мен сиырдың өнімдерін айтып отырмын, ауылдың өнімдерін айтып отырмын. Соның ішінде мынаның қайнатқан құрт не? Қайнатылмаған құрт, қайнатқан құрт біз көптеген ауылдар жасайды ғой. Мынау қайнатылған құрт сорпаға салып тұрып ішеді. Оның сыртында жаңағы тұмау тиіп жатса, неденде ішуге болады жаңағы. Сорпаға сал, немесе езіп ішуге болады. Өйткені себебі бұл өте денсаулыққа пайдалы. Ал қараңыздар ауыл мен қаланың айырмашылығын. Ауылдан көшпеңіздер, ауыл деген керемет. Мал ұстап, құс ұстап, огород егіп, өзіңнің табиғи өнімдеріңді өзің пайдаланып отырсаң керемет. Бар айтарым осы. Ал мінекей тағы бір рет көрсетіп өтейін. Осы.